Сәлеметсіздер, менің апамның каналына қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Бүгін дайындайтынымыз саңызы дейміз. Чиыршықтап жасайтын тағам. Бұған алдымен 4 кесе ұнды саламыз. Оған біраз 1,5 қасық тұз саламыз. Мен жаңа мына суға салып қойдым. Жылы суға 1,5 қасық тұз саламыз. Онан кейін чай қасықпен 1 қасық сахар саламыз ұнға. Онан кейін ұнымыздың мөлшеріне қарай, ұнымыз біз 4 кесе болғандықтан, мына кесемен 1 жыны сұйық май құямыз. Әдетте пиязды қайнатып, соның буына үйлесе де болады. Оған мен күнделікті чайды жеу үшін қарапайым әдіс маймен, сахармен ғана елеп жатырмыз, су құйып. Сансыз деген мынандай зат, осындай сызық зат. Осындай қылып, қазір апамның жасаған сансыз осындай қылып пысады. Бұны саңызын илеген кезде суға жаңа айтқандай тұз салып аламыз. Суды ертіп аламыз да, тұзды суда сөне құйып бара илейміз. Илегенде өте қатты емес, өте жұмсақ емес, орташа осындай жұмсақтықта илеп аламыз. Бұны әбден илеп болғаннан кейін, иген қандырғаннан кейін жалғастайтын ғой оны әзірше. Саңызымыздың ұнын осылай бағанағы тұз салған сумен, осындай өте қатты емес, орташа жұмсақтықта былай илеп аламыз. Өте қатты қылсақ, пысқан кезде бұл былай чар шықпай қалады да, онша жақсы болмай қалады. Сол үшін осындай өте қатты емес, осындай жұмсақтықта илеп аламыз. Илеп алғаннан кейін домалақтап, осылай әбден біраз илеп, жақсырақ илеп алсақ, иген қандырып, саңызымыз жақсы шығады. Ой ұрылды көп пісірады. Бірақ әзір қазақтарда жақсы істеді ғой пісірады. Тойдарда, қонақ шақырғанда, әдетте өзіміз шайға ішуге осылай пісірамыз. Неше рет бөлесіз осылай? Осылай 3 рет бөліп, 3 рет басып илейміз. 3 рет. Сонда бұл тынуы жақсы болады. Ұнның илеуі қанық болса, жақсы болады. керемет. Ұн міне бірігіп Илеп алған ұнымызды үстіп бөліп аламыз 2-3-ке. Ұнымызды аз көптігіне қарай бөліп аламыз. Мен бұлай домалақтап ұнымызды 20 минутке май жағып тындырып қоямыз. Мына тынған саңызының ұны пісірған кезде күшті бүршік атып тамаша көрінеді, әдемі болады. Гүлдеп. Болды, мен домалақтадық, енді майлап басқа сап қоямыз. Бұлай тізіп аламыз. Енді мына сұйық майымызды жағып қоямыз. Бұл жағып қойғандағы себеп бір-біріне жабысып қалмау үшін майлап қоямыз. Енді осыны 20 минутке тындырып қоямыз. 20 минуттен кейін бастап пісірамыз. Етін салатамен жауып қоямыз. Алған саңызымыздың ұнын енді бүйтіп ортасын кесіп аламыз да, осылай есіп, біраз жіңішкертіп қойып қоямыз. Бұлай есестіре алақанға саласыздар. Біраз осылай есіп қойып қоямыз. Жалғастан қарай жіңішкертіп жасай береміз. Міне бүйтіп ортасын кесіп аласыздар. Сосын бұлай істеп үйренім десеңіздер, істегенге қолай, оңай. Барлықтарыңызды қолдарың. Саңызымыз осылай орташа жіңішкертіп алдық. Енді шетінен жіңішкерте береміз.
бейсеміз. Бесі осылай шіңешкерте береміз. Шіңешкертіп алғаннан кейін майымыз қызығаннан кейін қолымызға алып майға сап пісірамыз. Қолымызбен шіңешкертіп есеміз. Тегіс болу керек ескенде. Bir жері жуан, бір жері жіңішке болса үзіліп кетеді. Барынша жіңішке қылып ескеніміз дұрыс. Бұлай міне екі саусаққа сап бүйтіп отырасыздар. Ақырын бір көрсеттік. Тегіс бүйтіп саусақтарыңызбен иіріп отырасыздар. Сонда саңызыңыз ұзыны жіңішке жуан болмай тегіс шығады. Әдетте бұл саңызын илегенде пиязбен саңызымызды бұлай тізіп аламыз алақанымызға. Тегістеп тізіп аламыз да. Содан еріп тегістеп бір алғанымызды жіңішкелеп алдық. Енді бұлай алақанымызға қатар-қатар тізіп аламыз. Бұлай тегіс алған саңызымыздың оны енді үйтіп жіңішкелейміз. Бұлай жіңішкелеп Немереңіздің дауыстары. Aman bakın nemeleri. Апасының немерелері. Тегістеп ойландырып аласыздар. Енді бір жыл жүргіземіз тегістеп. Барынша жіңішке болу керек. Жіңішке болған жақсы шығады. Әйтсе жуан болып кетеді. Жіңішкертіп алғаннан кейін алақанымызға сап тізіп аламыз қатар-қатар. Қараңыздар. Сізде үйреніп аласыздар, оңай оқу-тоқуы жоқ. Алақандарымызға тегістеп тізіп алғаннан кейін екі алақанымызды ашасыздар, бұлай сабаласыздар да бір-екі айландырып үстіне қағып қоясыздар. Өйткені ол тегістікті білдіреді, тегіс шығу. Sonra mına bağını tayakşamızға екі басынан бұлай іліп аламыз. Іліп ап, үстіне қоямыз да тек қазанға бірінші бір басын сабаласыздар. Бұлай қызыған майға. Қызыған майға. Өйткені арасы жабысып қалмау үшін. Соң ортасын алып чайқап аласыздар. Соң мына басын чайқап аласыздар. Міне қызыған майға салып жерсеңіздер, мынандай бүршік атады. Содан бұлай иесіздер. Бүйтіп екі жер чайқап аласыздар да майға жатқызасыздар. Соң ақырындап бір таяқшаны шығарып аласыздар. Соңсын тіреп-түріп екінші таяқшаны шығарып аласыздар. Соңсын майға біраз қайнатып, бір жағы сарғайғаннан кейін екінші жағын аударып қоясыздар. Майдарыңыз жақсы қызу керек. Жақсы қызымаса бүршік жақсы шықпай қалады. Қазір енді келесі бетін аударамыз. Күтіп аласыздар да, таяқтың бір жағын үстіне, бір жағын астына келтіріп, бұлай аударып алыңыздар. Ол енді сарғайға дейін аламыз. Дайын болған түрі міне осындай болады. Ас болсын. Диясыздар, саңызымыз дайын болды. Егер мынау көп қабат болса, тіпті әдемі болады. Aylandırıp sәздешін аяқты aylandırып жия бересіздер. Міне үйде жасалатын тағам осындай. Шаймен ішкенге өте дәмді. Және зиянсыз, қанты аз. Ас болсын.